балалар. Сәлеметсізбе. Балалар, бүгінгі біз сендермен зерттейтін тақырып топырақ болады. Жалпы топырақ деген не екенін білесіңдер ме? Я. Не ол бізде? Бұл бізде ағашта тұратын топырақ. Яғни бізде бұл жердің беткі қабаты, иә? Иә. Және де балалар, құмның түсі бізде қандай болады екен? Қоңыр Қоңыр болады, және де қара болады, иә? Сары болады, әртүрлі түсті болады, иә? Құм балалар үшке бөлінеді. Еще вот. И Бізге құм өте керек, иә? Біз яғни топырақта бізге керек біздің жейтін дәнді дақылдарымыз, өсімдіктеріміздің барлығы біздің осы топырақтың бетінде өседі. Және де балалар, бұл топырақ бізде құнарлы топырақтар, қара топырақ деп аталады. Пайдалы қазбалар дегеніміз ол жердің астынан шығады. Көрдіңдер ғой, иә? я. Қараңдар, қазір мен сіздерге бір-бірден таныстырып өтемін. Кәке, мынаны қараңдар. Мынау не бізде? Құм. Құм. Мынау не бізде? Тұз. Тұз да жердің астынан шығады, иә? Бұл бізде саз балшық. Бұл бізде балалар не екенін білесіңдер ме? Тас емес. Бұл бізде Уголь. қазақша айтамыз. Көмір. Көмір. Бұл бізде балалар бор. Міне, ұстап көрсеңдер болады. Бояймыз. Ұстап көрсеңдер болады міне. Ал бұл бізде не? Бұл не бізде? Тас. Ұстап көрсеңдер болады, иә? Көмірді көрсем болады, иә? Міне топырақ. Бұл бізде балалар жердің астынан шығады. Жердің астынан. О, у меня тоже туз. Ал кәнеке орнына салайық әкеңдер. Топырақта өседі. Дұрыс па? Зерттейміз, лупамен жасап қараймыз. Бұны дұрыс па? Ол тіршілік иелері сендер көзбен көре алмайсыңдар, сондықтан